Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай табиғи ашытқы жасайтын боламыз. Бұл ашытқы бір-ақ күнде дайын болады. Нәтижесі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бізге енді 200 грамм айран қажет болады. Міндетті түрде қолдың айраны болу керек. Ашыған айран болса, оны қолданбағандарыңыз жөн. Осыны жақсылап ыдысымызға салып, осылай қозғап араластырып, ішіне ұн салатын боламыз. Менің ұным жоғарғы сұрыпты дани ұны. Енді оның үстіне 100 грамм ұн саламыз. Ұнымыз 100 грамм болу керек. Осыны салып, жақсылап қамып қалдырмай, ішінде түйіршік қалдырмай, жақсылап мұқият араластырыңыздар. Бұл ашытқымызды кез келген нанға қолдана берсеңіздер болады. Барлық нанға жарай береді. Өте керемет ашытады нанды. Ендігі видеода сіздерге осы ашытқыменен нан ашытып видео түсіретін боламын. Жақсылап араластырып болған екен, кеңдей ыдысымызға осылай салып қоямыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кемі 12 сағат болмаса 24 сағат тұру керек бөлме температурасында. Сонда бұл біздің ашытқымыз көтеріліп, әдем болып, ашып, дайын болып тұрады. Сол кезде кез келген нанға қолдана берсеңіздер болады. Осындай ыдысқа салып қойдым мен. Ауа кірмейтіндей аузы жабылатын осындай ыдысқа салыңыздар, салып жылы жерге қойып қойыңыздар. Міндетті түрде жылы жер болу керек. Менің каналыма видео бөліміне өтсеңіздер, сіздерге осындай пайдалы видеолар көп, соларды ашып көрсеңіздер болады. Сіздердің қателеріңізге, пайдаларыңызға жарайтынына сенімдімін. Міндетті түрде ашып көріңіздер. Керекті пайдаларыңызды алыңыздар өздеріңізге. Өздеріңіз көріп тұрғандай осылай салып, жылы жерге қойып қоямыз. 12 сағатта ашымаса 24 сағат тұру керек. Өздеріңіз көріп тұрғандай осындай белгі қойып қойыңыздар астына. Сонда көтерілгенін көресіздер. Менікі осы сызықтай болды. Енді 24 сағат бетін жауып қалдыратын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, көтерілді. Менің ашытқым толықтай дайын болды. Енді кез келген нанға қолдана берсем болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.